Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге іріген сүттен не жасауға болатынын көрсететін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Іріген сүтті табаққа құйып, отқа қоямыз да қайнатамыз. Қайнағаннан кейін астын баяу ғып басып, 30 минутқа тағы да қойып қоямыз. Қайнап жатқан кезде ақырындап сары суы бөліне бастайды. 30 минут қайнаған соң оттың астын өшіреміз. Міне бізде осындай өте тәтті творог пайда болды. Және бұл творогтың дәмінде де кәдімгі творогтан еш айырмашылығы болмайды. Іріген сүттің қайнағаннан кейін ешқандай зияны болмайды. Сол себептен қорықпай пайдалана берсеңіздер болады. Ал енді марлемізді дайындап, ішіне творогымызды құйып, сары суы бөлінгенше іліп қоятын боламыз. Құрметті достар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта да көптеген ас үйге қажетті пайдалы лайфхактармен бөлісетін боламын. Сонымен қатар өте дәмді және жылдам дайындалатын рецепттермен бөлісетін боламын. Және алдымыз жаз болғандықтан шөлді басатын тамаша сусындардың рецепттермен де бөлісетін боламын. Ал енді творогымыздың сары суын төгіп тастамаймыз. Бұл сары судан мен сіздерге тамаша, өте жұмсақ болып шығатын құймақтың рецептімен бөлісетін боламын. Сары суымызды ыдысымызға құйып алып, ішіне майымызды және бір дана жұмыртқамызды, шекерімізді салып араластырып аламыз. Келесі кезекте ұнымызға содамызды салып араластырып аламыз да, осы ұнымызды алып, сыворотканың үстіне, яғни сары судың үстіне құйып, жақсылап бір келкі масса болғанша араластыратын боламыз. Бұл сары судан бауырсақ жасасаңыздар да, бауырсақтарыңыз өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Достар, менің каналыма кіріп көрсеңіздер, сіздерге ұнайтын небір тамаша рецепттердің видеосы бар. Видеоның соңына рецепттерімнің ссылкасын қалдыратын боламын. Міндетті түрде кіріп көріңіздер. Міне біздің құймағымыздың қамыры дайын болды. Енді табағымызды қыздырып, құймағымызды пісіріп аламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, құймағымыз өте нәзік, осындай ажурный болып шығады. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге сөзсіз ұнайтынына сенемін. Бұрын құймақ пісіріп көрмеген келіншектерге айтар кеңесім, құймақ кез келген сковородкада керемет болып шыға бермейді. Асты жабысып, әбден әбігерге түсесіз. Сол себептен құймақтың өзіне арнайы сковородка арнап қойғандарыңыз жөн. Ал енді сіздерге творогымды, яғни сүзбемді көрсететін боламын. Менің сүзбем 3-4 уақыттай тұрды, толықтай сары суы бөлінді. Және де қолдың сүтінен жасалғандықтан майлы, өте жұмсақ болып шыққан. Бұл творогтың кәдімгі творогтан еш айырмашылығы жоқ. Кез келген тәттілеріңізге қосып дайындай берсеңіздер болады. Сондай-ақ қаймақшылап, былай да жесеңіздер болады. Достар, каналым ұнаса тіркеліп, видеома лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.